Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеоның тақырыбына түрткі болған тағам құрт. Құрт сүттен жасалатын ұлттық тағам. Құрт сөзінің мағынасы да құрғатылған, кептірілген сүт деген мағынаны береді. Пісіліп, майы алынған айранды қайнатып, кенеп дорбада сүзіп алып, тұздап, өреде кептіріп сақтайтын тағамның түрі. Жасалу тәсілдеріне қарай құрт, сықпа құрт, ақ құрт, қара құрт, майлы құрт деген түрлерге бөлінеді. Қазақ ырымы бойынша кеппеген құртты жеуге алуға болмайды. Егер өреден құрт алып жесе, жауын жауады деген ырым бар. Сабада жиналып пісілген іркітті майлы алынғаннан кейін түбіне май жаққан үлкен қазанға құйып қайната береді. Құрт қайнап жатқан кезде оның түбі күйіп кетпес үшін арнаулы құрт бұлғауышпен әлсін-әлсін қазанның түбін, ернеуін қырып араластырып отырады. Әбден қойылған құртты қапқа құйып керегеге асып қояды. Сонда оның қалған суы тағы да ағып құрғайды. Бұдан кейін қолмен бөлшектеп тақтайшаға шеге қолмен сықпалап өреге жайып кептіреді. Көгермей қызбай бір тегіс кебу үшін өреде жатқан кезде оны бірнеше рет аудастырады. Осындай әдіспен қайнатып кептіріп алған құрт жыл бойына кейде 2-3 жылға дейін сақтала береді. Құрт күшті ас, ол әртүрлі тамаққа қосылады. Құрттың құрамы және жасалу жолымен таныс болсаңыздар, ендігі кезек құрттың адам денсаулығына пайдасы жайлы болмақ. Бір құртпен 4 аурудан арылыңыз. Құрттың құрамында тұз болады, ал оның ауыз қуысы үшін пайдасы ұшан теңіз. Күнделікті 2-3 құрт жеп жүрген адамның ауыз қуысында ешқандай ауру болмайды. Тістері қатайып, ас қорытуы жақсарады. Ағзасындағы кальций көбейеді. Егер баспамен ауырып қалған жағдайда күніне 5-6 құрт жеңіз. Құртты жеу барысында сілекей көп бөлінеді. Сілекейдің құрамындағы лизоцизм деген зат болады. Ол ауыз қуысын бактериялардан тазалайды. Ал құрт құрамындағы тұз баспаны жеңілдетуге өз әсерін тигізеді. Әрі құрттың арқасында ас қорыту жақсарады. Құртты көп мөлшерде жесеңіз қайта-қайта шөлдей бересіз. Ондай жағдайда кептірілген алмадан жасалған компот ішкен жөн. Осы компотты күнделікті ішіп жүру бүйректе тас пен құмды түсіріп, несеп жолдарының жағдайын жақсартады. Компоттың жасалу жолын видеоның астындағы сипаттама бөлімінде жазып, сілтемесін қалдырып кетемін. Кіріп көрсеңіздер болады. Баспамен ауырып қалған жағдайда осы тәсілді қолданып көріп, нәтижесіне көз жеткізіңіз. Күнделікті 5-6 құрт жеп жүру арқылы сіз баспамен ауырмайсыз, ас қорыту жолдарында қиындық туындамайды. Тістеріңіз ағарып, бүйрегіңіз сыр бермейтін болады. Ағзаңызда кальций көбейіп, сүйектеріңіз сынғыш болмайды. Егер бала жастайынан құрт жеп өссе, оның тісі өткір, қатты ауырмайтыны жөнінде ғылыми деректер бар. Құрт, ірімшік жеп, қымыз, айран, сүт ішкен баланың денсаулығы мықты болады. Құртты адам алыс сапарға шыққанда пайдаланса қарны ашпайды, шөлдемейді. Ал ұшақпен ұшқанда құрттың құлақтың бітпеуіне және жүректің айналмауына көп ықпалы бар. Құрт химиялық құрамы мен калориясы жағынан сүзбеден де пайдалы. Сонымен қатар құртта А, В, С, П, Е дәрумендері, мырыш, күміс, темір, кремний, магний, натрий, алюминий, фосфор микроэлементтері жетерлік. Әсіресе құрамында кальций мол, ал сүйекке кальций балалық шақта өте көп мөлшерде керек. Ол жетіспесе тіс жүйеге бөрке-мүрке ұшырайды және сүйегі әлсіз, кеуекті және сынғыш болады. Сондықтан да жас баланың тісі ғана емес, бүкіл сүйектерінің дамуына құрттың пайдасы мол дейді кәсіби мамандар. Келесі кезекте құрттың түрлері туралы айта кетейік. Жас құрт жайғанына 1-2 күн ғана болған, әлі толық кеуіп үлгермеген құрт. Жас құртты сары маймен жентектеп, бастырма ретінде шаймен бірге дастарханға қояды. Әсіресе кепкен құртқа бауырсаққа тісі өтпейтін қаттар үшін өте кенеулі ас саналады. Көбік қайнап жатқан құрттың қалқып алған беті. Ағаш қасықпен бетінен жайлап қалқып, ыстық күйінде жалап жейді. Көбік құрт майлы болады, әрі құрттың бар нәрі осы көбігіне жиналғандықтан дәмі тіл үйреді. Ыстық құрт қайнап жатқан құртты алып, май қосып, сапырып ішетін кенеулі ас. Өкпе ауруына суық тиіп ауырған сырқаттарға
ем саналған. Малта құрт. Езілген құрттың түйіршектері, ол әрі жұмсақ, әрі сүйкімді ас саналады. Ұзақ сапарларда сусын әрі қорек болған. Езген құрт сорпаға, тұздыққа, көжеге және басқа тағамдарға қосу немесе сұйық күйінде ішу үшін кепкен құрт ұнтағы. Ақ малта. Езілген құрттың ең соңғы шайындысы. Ол өте жұғымды және тез сіңетін тағам болып саналады. Оны сол сұйық түрінде ішеді. Ұнтақ құрт. Арнайы түйіп ұсатқан немесе қап түбіне жиналып алған үгінді. Оның сүттің піскен қаймағына былғап жейді. Ақ құрт. Іркітті қазанда қайнатып, суыған соң қапқа салып сорғытады. Содан соң түрлі формаға келтіріп, өреге жаяды. Бұл құрттың ақ болатын себебі тұзын анағұрлым көбірек қосады. Қара құрт. Ашыған іркітке аздап сары май қосып қайнатады. Тұзын аздап ғана қосады. Құрт майым. Сары майға батырып